Қайырлы күн оқырман, біз бүгін осындай ажурный құймағын жасаймыз. Бір жасағанына шығады. Видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Құймаққа қосатын барлық қоспаларымыз бөлме температурасында болу қажет. Құймақ жасаудың ең бір құпиясы осыда. Алдымен 4 жұмыртқаны осылай ыдысымызға саламыз және 8 ас қасық қантты қосамыз. Құймақтың құрамына қанша ингредиент кететіні видеоның басында жазылған, содан тағы бір қарап шықсаңыздар болады. Және шым-шым тұз қосамыз. Және барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Және 700 мг жылы сүтті құйып, толықтай барлығын араластырып аламыз. Алдын ала 10 қасық ұнымызды елекке саламыз. Барлық ұнды біртіндеп салатын боламыз. Барлығын бірден салсаңыздар, біздің құймағымыз қою болып шығады, сондықтан кезек-кезекпен араластыра отырып ұнымызды салатын боламыз. Және 4 ас қасық сұйық май құйып, жақсылап тағы бір рет араластырып алатын боламыз. Енді құймақты біркелкі болғанша, комочектері қалмағанша араластыратын боламыз. Және біздің құймағымыз содан кейін дайын болады. Міне осындай сұйықтықта болу қажет. Өте әдемі болып шыққан, ешқандай комочектер жоқ. Енді табанымызды қыздырамыз. Табанымызды әбден қыздыру қажет. Табаны әбден қыздырып аламыз. Бетінен бу шығып тұру қажет. Содан соң барып құймақты құямыз. Өзі көріп тұрғандарыңыздай осылай ажурный болып бастайды. Және шет жағын осылай көтере отырып, қызарғаннан кейін қолымызбен екінші жағына орнатамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шыққан. Әрбір құймақтың пісу уақыты 2 минут, 3 минут аралықта. Өте тез піседі. Осылай ажурный әдемі болып шығады. Бұл рецептпен жасасаңыздар ешқандай өкінбейсіздер. Бір жасағанына шығады. Видео пайдалы болып жатса, каналға тіркеліп кетіңіздер және пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Сіздермен салтанат ас болсын. Біздің құймағымыз осындай әдемі болып шықты. Әдемілеп дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады.